Ассалаумағалейкум, Қаракесек атамның асылда қасиетті ұрпақтары, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мына кеше бір бауырым Жақау Батыр Қобыландының жиені дегені рас па деп сұрақ қойған екен. Оған мынау Біржан бауырым айтыпты, шежіре бойынша солай деп айтады деп. Соған қазір көзім түсіп отырып, соған білгенімше жауап беріп кетейін. Ағайындардың көпшілігі білет, білмейді деген сияқты, кейінгі ұрпақтар біліп жүрсін деген ниетпен ортаға шығып отырмын, ағайындар. Жақау Батыр негізі Үңгітұлы қазақ тарихындағы бір ерекше тұлғалардың бірі, алшын руларының ішіндегі хан тағына отырған батырдың бірі деп айтамыз. Ол замандарда жауына ерлік көрсеткен, орасан ерлік көрсеткен, жауды жеңіп, қамыстай жапырған батырларға осындай хан тағына отыру дәрежесі берілген. Оны мынау Берекет Кәрібаев деген тарихшы ғалым ағамыз да өзінің еңбектерінде айтады. Енді бұл Жақау Батыр туралы біраз адамдар зерттеген уақытысында, мысалы мынау Ақтөбе қаласында 2008 жылы шыққан Дүлдүлдер дүбірі деген журналда осы Смағұл деген кісінің жазған зерттеулері бар. Одан кейін мынау Арал өңірінде белгілі тарихшы, өлкетанушы, қазір зейнеткерлік жасқа шығып кеткен, жасы 80-нің үстіне шыққан Үргеншібай деген ағамыз бар, Қуатов деген. Сол кісі де осы 2000-ші жылдары осы жұрт Жақау Батырды біле ме екен деген үлкен еңбек жазған. Сол еңбегінде де осы Жақау Батырдың Қобыланды батырдың жиені екендігін айтып жазған бірнеше түрлі дәлелдермен. Енді Қобыланды батырға келетін болсақ, Қобыланды батыр кешегі 14-ші ғасырдың екінші жартысында, яғни 1459-1465 жылдардың аралығында қазақ хандығы құрылды. Сол қазақ хандығы құрылған уақытта Керей мен Жәнібектің жанында жүрген бас батырлардың бірі болған. Ол осы қазақ хандығы киносын, яғни Алмас қылыш Ілияс Есенберлиннің романына желісінде түсірілген кино. Бұл киноны сценарийін жазған белгілі жазушы Смағұл Елубаев деген ағамыз. Мен осы киноның лентасына бардым, ашылу лентасына. Сол жерде кино біткеннен кейін барып, сол жердегі біраз кино режиссерлармен, сценаристермен біраз пікірлесулер болды. Сол пікірлесу барысында да осы Қобыланды батыр туралы біраз мәліметтерді алған болатынбыз. Ал енді Қобыланды батыр сол Керей мен Жәнібектен кейін мынау қазақ хандығы құрылып жатқан уақыттарда біздің мынау алшын тайпасының уақытысында алшындардың Ноғайлы ордасының құрамында болған кездері, сол 15-ші ғасырға қарай, 16-шы ғасырға қарай алшын тайпасынан кіші жүз, яғни алшын тайпаларының осы ноғайлылардан бөлініп шығып қазақ хандығына қосылғандығын білетін шығарсыздар. Осы уақыттарда шамамен 1470-1480 жылдары Қобыланды батыр қазақ хандығын құрысқаннан кейін ары қарай осы Астрахан, Қырым, Сібір хандықтарымен біраз соғыстар жүргізеді. Сол қартайған уақыттарында 16 жасқа келген Қобыланды батырдың қарындасы Қарлығаштың баласы Жақау Батыр 16 жасында сол Қобыландыға нағашысын іздеп барады. Сол іздеп барған уақытысында Қобыланды батыр нағашысына іздеп келгендігі үшін рахметін айтып, сол жерде қартайған шағы болғаннан кейін өзінің үстіндегі сауытын Жақау Батырға беріпті-міс деген ақпараттар бар. Сол Қобыланды батырдың сауытын киіп біздің Жақау батырымыз бірнеше рет осы Бұқар хандықтарына, Өзбек хандықтарына, Самарқан хандықтарына көптеген соғыстар жүргізген, бірнеше рет сол соғыстарда жеңіске жеткен деген ақпараттар да бар. Яғни менің айтпағым бұл жердегі Жақау батырдың Қобыландының жиені деген сөз расқа келеді. Мынау көптеген ескі шежірелерде де осы Жақау батырды Қобыландының жиені деп айтылатындығын өздеріңіз көріп жүрсіздер. Енді тағы да ары қарай деректермен толықтыратын болсақ, жаңағы Дүлдүлдер дүбірі деген Ақтөбе қаласынан жарыққа шыққан дүние. Одан кейін барып мынау көшпелі өзбек мемлекетінің құрылғандығы туралы түрлі деректер бар.
сол уақыттарда осы Қобыланды батырдың жиені, яғни Жақау батырдың жиені екендігін нақтылайтын көптеген деректер бар. Бұл деректер ертеректе жазылған, ертеректе айтылып кеткен деген сияқты мәліметтер бар. Сонымен қатар бір деректерде осы Қобыланды батырдың а, қай жерде жатқандығын да айтып кетеді. Ол мынау қазіргі Қазалы ауданының бір жерінде, қазір ұмытыңқырап қалып тұрмын. Есіме түсті. Бозкөл мен Өркендеу деген елді мекендердің арасында Жақау батырдың сүйегі жатыр деген деректер бар. Бірақ нақты шындық емес екендігін мен қазір тап басып айта алмаймын. Басында үй тамы болған дейді. Осы өткен ғасырларда сол үй тамы құлап, қазір жермен жексен болып кеткен деген ел аузында осындай аңыз әңгімелер бар, ағайындар. Сол менің айтайын дегенім. Енді Жақау батыр дүниеден қайтар кезінде өзінің сауытын ұлы Қаса Болатқа беріп кеткен дейді. Қазір енді ол сауыттың қайда екендігі белгісіз, ол жойылып та кеткен шығар. Енді біздің басты арманымыз, осы ортада отырған ағайындардың басты арманы, еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері тарих беттерінен түспей келе жатқан халқымыздың асыл мұралары, зерттеулері, шежіре тану сияқты әртүрлі жаңадан бұрынғы ескі дүниелерімізді еске түсіріп, оны болашақ ұрпаққа жеткізу қазіргі күндегі біздің парызымыз. Сол себепті аңызға айналған Жақау батыр бабамыздың тарих сахнасынан өзінің орнын алса деп ойлаймыз. Жақау батырдың батырлығын, ерлігін дәріптейтін істер мемлекеттік деңгейде көтеріліп, соның ескерткіштері осы өмір сүрген жерлеріне қойылып, болашақ ұрпақтың алдында бір ерекше бір қасиетті тұлға екендігін дәлелдейтіндей істер атқарылса жақсы болар еді деген ойдамыз, ағайын. Сол